Мақпал Жүнісова қанша теңге зейнетақы алатынын айтты. Халық әртісі Мақпал Жүнісова қанша теңге зейнетақы алатынын айтты. Бұл туралы Стан.кз ақпарат агенттігі хабарлайды, деп жазады Демократ.кз. Өнер иесі бүгінде 62 жасқа толды. Шешем 47 жасында. Әкемнен жесір қалды. Сәкең қайтқанда маған: "Енді күйеуге шығамын деп ойлама. Қызыңды өсір, өлмейсің" деді. Сол сөзі әлі жадымда. Әйтпесе ол кезде жас едім. Аяқ қолым балғадай болып, тұрмысқа шығып кетуші едім. Сөйтсем, уақыт өтіп кетіпті. Қазір 62 жастамын. Зейнетке шықтым. 210 мың теңге зейнетақы аламын. Үкіметтің 45 жыл сахнада жүрген халық әртісіне беріп отырған ақшасы. Оны мен күзетшіге төлеймін. Сосын әрі қарай күн көру үшін тойға шығамын, деді әнші. Мақпал Жүнісова әпкеміздің зейнетақы мәселесін ашық айтуы көпшілікті таңғалдырғаны анық. 45 жыл сахнада жүрген халық әртісінің 210 мың теңге алуы қоғамдағы мәдениет пен өнер адамдарының әлеуметтік жағдайы туралы ойлануға себеп. Мақпал апайдың өзі бұл қаражатты күзетшіге төлейтінін айтып, күн көрісін тойлар мен концерттер арқылы қамтамасыз етіп жүргенін жасырмаған екен. Бұл оның еңбекқорлығын да, өнерге деген адалдығын да көрсетеді. Кейде сырт көзге танымал адамдардың бәрі бай, жағдайы жақсы көрінеді, бірақ шындық әлдеқайда күрделірек болуы мүмкін. Сондай-ақ әнші концерттерге халықтың аз жиналуына деген алаңдаушылығын да жеткізген екен. Шынында да өз елінің өнерпазына қолдау көрсету мәдениеттің дамуына тікелей әсер ететін фактор. Билет бағасы қолжетімді болса да, кейде қызығушылық төмен болуы әртүрлі себептерге байланысты. Мақпал апайдың бұл уайымы өнер адамдарының еңбегі бағаланса екен деген ниеттен туған ой. Жалпы айтқанда мәселені жанжал қылмай, түсіністікпен қабылдау дұрыс сияқты.